масақ деген ертегін айтып беремін. Бір үйдің ауласында әтеш және екі тышқан өмір сүріпті. Әтеш өте пысық болыпты. Күн сайын есіктің алдын сыпырады екен. Күндердің бір күніне ол бір масақ тауып алады. Масақ тауып алады да тышқандарды шақырады. Куртверт бергеліңдер, мен масақ тауып алдым дейді. Екі тышқан болса келеді деп, оны үгіту керек қой дейді. Әтеш айтады, кім үгітеді дейді. Екі тышқан айтады, мен емес дейді. Сол кезде әтеш болса өзі үгітеді деп балалар. Ол бір тостаған бидай үгітеді жаңа масақтан. Сөйтті әтеш шақырады. Сөйтеді, куртверт бергеліңдер, мен бидай үгіттім дейді. Сөйтті, оны диірменге апару керек қой дейді куртверт. Кім апарады дейді әтеш айтады. Куртверт мен емес дейді. Ал әтеш болса үгітілген бидайды дорбасына салып алып, диірменге апарып, диірменнен ұңғып тартып әкеледі. Ол тағы да куртверт шақырады. Куртверт бергеліңдер дейді. Куртверт келеді. Бұдан ұн шықты ма? Онда бұдан нан пісіру керек қой дейді. Әтеш айтады, кім пісіреді дейді. Сол кезде екі тышқан айтады, мен емес дейді. Ал әтеш болса жаңағы ұнға тұз салып, су құйып, ашытқы салып, әдемілеп нан ашытады. Нан ашытқан соң ол нанды пешке салып пісіреді. Пештен нанның иісі әйбат болып шығып жатқан кезде оның иісі екі тышқанның мұрнына жетеді. Екі тышқан болса, деп естен қой, не деген дәмді иіс, бұл ненің иісі болды екен, бұл нанның иісі ғой дейді. Екі тышқан жайлап келіп, әтештің жанындағы дастарханға отыра бастайды. Сол кезде әтеш болса, піскен нанды дастарханға қояды. Масақты кім тапты дейді. Куртверт айтады, сен дейді. Оны кім үгітті дейді. Балалар, әтеш айтады, масақты кім тапты дейді. Куртверт айтады, сен таптың дейді. Оны кім үгітті дейді. Куртверт айтады, сен үгіттің дейді. Ал оны диірменге апарып кім ұңғып тартып әкелді дейді. Куртверт айтады, сен тартып әкелді дейді. Ал оны кім пісірді дейді. Куртверт тағы да сен деп айтады да орнынан жайлап сырғып пісіп кетеді. Балалар, көрдіңдер ме балалар? Міне, сөйтіп еңбек еткен әтеш жаңа өзінің пісірген нанын өзі жепті. Ал екі тышқан жалқаулығының арқасында аш қалыпты. Қазақта мақал бар ғой, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деген. Міне балалар, осы мақал осындай ертегілерден шыққан екен. Ертегі сендерге ұнады ма? Біз қандай болуымыз керек? Еңбекқор болу керек екенбіз, иә балалар? Бір-бірімізге көмектесуіміз керек екен. Екі тышқан әтешке көмектескен кезде, олар да бірігіп әтешпен бірге нанды бөлісіп жейтін екен.